енді ортаға ақындардың 4-ші жылын ортаға шақырайық. Абзал Қабдыраш, Павлодар қаласы. Абзалдың қарсыласы Нұрғанат, Баянауылдың азаматы, бірақ Түркия елінен келген қонағымыз. Ақынсың, өнері бар, сөзің басқа, бұл сенің шабатұғын кезің қасқа. Түркиядан еліне келіп тұрған бауырым, өлең сөзін өзің баста. Содан болар мұңға баттым. Төрінен Түркияның келіп тұрмын сіздерге ұсынуға жыр табақтым. Ендеше ағайындар қарсы алыңдар, ешкімде мұхат алмас шын талантты. Іштегі сағынышы алып келді сырттағы ақын бала Нұрғанатты. Сахнаға сыйып тұрған біздерден бақытты жан жоқта шығар, алдымда көрермен бар сүйіп тұрған. Жандарбек әулиелер сәжде қылған мекенге табанымыз тиіп тұрған. Досым-ау, мен тоңбақ, сен апарықсың, жұрт біздің қадірімізді қатар ұқсын. Әйтеуір сөзің семіз шықса болды, мен үшін мағауинсің, шақаныпсың. Айтпақшы, бір құттықтап қояйықшы, өткенде жырдың кенін қопарыпсың. Павлодар айтысында бірінші боп жүлдемен ағайыннан баталыпсың. Кәсіпте мен миллионер атанғанда, айтыста сен миллионер атаныпсың. Сөз берем Ақтоғайдың шешеніне, сенетін саясатта өсеріне. Бүгінде Нұр Отанның мүшесі едің, партияға дайын тұрар есебіне. Әкімге бізден гөрі сен жақынсың, ол сенің мәселеңді шешеді ме? Мансапты азаматтың біреу едің, өмірі ұқсамайтын кешегіге. Өзіңе бір сұрақты қояйыншы, ермеймін өзгелердің өсегіне. Айтыстан бірінші орын алғандығын менімен қызық боп тұр, осы еліме. Шынымен ақындықтың қуатыма, жоқ әлде әкімдіктің әсеріме. Шабамсың! Қатырғандай, ақтанды өлеңменен атырғандай,
Ассалаумағалейкум екі бастыз, айдыз көріп біздермен отырғандай. Аспанбек жаңа айдысты қамшыменен, тілекпенен шоу жасап қатырғандай. Қасыма Нұрғанаттай досым келді, халықты тәтті жырға батырғандай. Ей, қамшымен қуаламай бір-бірлерін қамшылап отырайық батырлардай. О, жақытты жүргітсеңдер жастарынан, бұлақтың су аққандай бастауынан. Қандай әкім келсе де Екібастұзға айтыс әркез көрінеді бас жағынан. Оныңдағы өзіндік себебі бар, мағына қалсын сөздің астарынан. Мәдениетті басқарған Айжан апам өнерді құлатпайды асқарынан. Атамрадан Нұрсұлу апам да бар, есімін халық біліп достанған. Айтысқа жоба жасап ол екеуі әкімді үгіттейді қос жағынан. Елдің қызы осындай болу керек, қошемет соқса халқым қос қолынан. Екі апама айтамын рахметті, Екібастұздың жыр жауса аспанынан. Ей, басқа концерттер сызылса да, айтысты сыздырмайтын жоспарынан. Өмірдің соқпағында тарамдалған, қызметке де жеткіздау қадамдалам. Қызметімді қызғанып отырсың ба, қадамым, мансабымыз жыл сайын жоғарыланған. Карьера деп ұмытып кәлимасын адасып кеткен жоқпын адал жолдан. Кезінде дос бол шешем былай депті, бір елді құтқарарда бабам даудан. Сатып кетер досымнан қорықпаймын, қадіріңді білуден қараң қалған. Атып кетер жаудан да қорықпаймын, жазады пенде салған жарамды Аллам. Қорқамын тар пейілдер қаптап кеткен, қызығыңды көре алмас қоғамдардан. Айтыстанда әкімдіктен де жүлдап жатсам, оған сенің көре алмас араң болған. Ағайын, мен қорқамын осы күні тәкаппарлық дертінен алауланған. Ей, оң қолымен құшақтап, сол қолымен пышақтап жіберетін адамдардан. Ол кеңейтіп кәсіпкерлік шеңберіңді, білемін бір Құдайға сенгеніңді. Түркияға аттандың тауар іздеп, сол жақтан құрып едің серуеніңді. Стамбул Баянауылға жетпейді деп WhatsApp-тан жолдаушы едің шерменіңді. Анкарада аулыңа татымайды, құрметтеп көрсеткенмен төрден үлгі. Отанға оралғаның дұрыс бопты, еліңе арнау үшін еңбегіңді. Нұрғанаттай қарсалайын ауылының ауасын аңсауменен енген ұлды. Ей, бауырыма басайын анасының бауырсағын сағынып келген ұлды. Ақынсың сөйлегенде сатира тіл, бойыңда иман дейтін ақида тұр. Қасымда Нұрғанаттай кәсіпкер бар, басында сауда дейтін сақина тұр. Тегін вебинарларды өткізем деп сайт ашып құрып алдың кооператор. Вип сабақтар өткізіп бизнес жайлы болып алдың тіс қаққан макинадыр. Подробные батырмасын басыңыз деп періне де тыңдатқан сақи батыр. Аратырлық қабілетің тағы да бар, халқыңа тәтті жырды татыра тұр. Ей, Түркиядан топ етіп келе қалған, ал сөйле Нұрғанаттай мотиватор. Сөзімді досым енді кешіресің. Қозғадым әкімдікті осы несін. Қарағым әкімдікте жүрсен дағы, қазақтың абыройын өсіресің. Ал мені мотиватор деп қоясың. Бұлай десең бақытты
алдымдан кешігесің, өзінде табар жайлы сұрап едің, енді кеп Нұрғанатқа өшігесің. Мен қылған сабақтардан пайда тауып, жұртым жатыр жауып, бүгін несі есін. Сондықтан Нұрғанатқа ренжімеші, алдымда көк мойнақтай көсілесің. Адамның барлығына жол көрсеттім, адалдан тапсы екен деп несі бесін. Мен емес сөз білмейтін балақайын, шабыттың топқа қостым алатайын. Түркияда мен кеткенге өкпелеме, жүзіңді ақиқатқа қаратайын. Ол рас Стамбулдан табылдым ғой, төбемде болмаса да ағатайым. Шетелден тәжірибемен ақша жинап, барымды қазақ үшін жаратайын. Мен үшін қайта досым қуансаншы, еліме жақсылықты таратайын. Әкімнің ерке тотай баласы емес, шопырдың баласы едім қарапайым. Мініп ап айтыстағы ақтабанға, мәстіріміз қарсыласты даттағанға. Түркияда сауда жасап жүргендігім немене, бұл абзалға жақпаған ба? Сен қайта мен үшін дос қуансаншы, болысам жақсыларды жақтағанға. Қоғамға құнанбайлар байлар керек, шіріген сараңбайлар қаптағанда. Бәрі де құс ішінде қыран емес, әрбірі азаматтың жұбан емес. Ұлындай Молдағали сөз бастайын, Нұрғанат арзан сөзге құмар емес. Шетелге жетіскенден кеттім бекен, бұл абзал мәселемді оғар емес. Қазақтың қазынасы азаттаңда, халыққа бұйырар күн туар емес. Санаулы жандар ғана қожа болып, қадірін алашымның оғар емес. Елімді тонағандар Қазақстан, әкеңнен қалып кеткен мұраң емес. Айлығын көтеріңдер әр қазақтың, әйтпесе отаны жоқ сыған емес. Алашым ғұмыр кешсін бақуатты, менікі жаяншейін ұран емес. 300-ге сыйға тартқан азаттығым, бір әулетке сыйлаған сыбақ емес. Домбырамды қолғансам, әріректен толғансам, Кенесары Махамбет басымен жеткен азаттық. Аштықтан өткен ананың жасымен жеткен азаттық. Әлихандай арыстың қанымен жеткен азаттық. Жүсіпбектей арыстың жанымен жеткен азаттық. Шахзададай арудың анымен жеткен азаттық. Жұмабектер сен үшін күресіп өткен азаттық. Қайыспайтын қайымдар тіресіп өткен азаттық. Тоқтар менен Талғаттай жандарды берген азаттық. Заманбек пен Алтынбек замғарды көрген азаттық. Құрақ тілді ораздай дүлдүлді көрген азаттық. Алмагүлдей жарқ еткен бұлбұлды көрген азаттық. Біздерді де сайраттың ғасырдан жеткен азаттық. Батыстан күн шыққанша басымнан кетпен азаттық. Ақтарсам өткен күннің мұрағатын, мен үшін ерекше боп тұрадатың. Досым-ау, әзіл айтсам айып етпе, сахнада жағдайың жоқ қуаратың. Сен маған бір жағынан күйеу аласың, айтқаның қайнағаның құбалатын. Баяннан тауып едің баяныңды, ол менің туған жерім жұрағатым. Күйеу бала байқайсың ба үйленгелі, аспанға аспандады бір ағатың. Қызметпен Түркістанға барып келдің, әулиелер қылатұғын мінәжатын. Әкімге
сенге көмекші де болып көрдің жан құсап, саясатты ұғалатын. Ал қазір атыдардай бастықсың ғой жөндейтін бір қаланың кінәратын. Бәріне өзім жалғыз жеттім деме, ұмытпа жарыңды да сірә жақын. Қайын жұртты мойындаған шығарсың сен, әрқашан еңбегіңе қуанатын. Баянның жігіттері мендей болады, ел десе қос қолына туалатын. Қызы да біздің жақтың осал емес, күйеуін бастық қылып шығарады. Жетер желгемізден ұстап ап жекер едің. Баянымның қыздарын мақтап отыр, Нұрғанат өлең арнап өтегерім. Бұл күні қазағымның қыздары бар, жары қылып таңдап жүрген шетел ерін. Негізі тектіліктің болмаған соң, негірмен де құрайды некелерін. Бұл күні қыздарым бар Стамбулда, өсірем деп жүр әне бөпелерін. Қытайға да тиіп жүр қазақ қызы, жар қылып таңдап жатса шетелерін. Ол рас Баян ауылға күйеу баламын, бетіме басқаныңыз бекер оның. Сен қайта қуансаңшы қызыңды алсам, абыройын мен оның көтеремін. Ей, Абзалға тисе тиген оның жақсы емес пе? Кемалға тиіп кетсе не етер едің? Ей, бұл күні жүргендері бар бүлігізбен, шықпайтын жандар да бар ініңізден. Ел ішіне іріткі салғандар көп, бүлікке тез жетеміз мұнымызбен. Біреулері халықты митинг айдап, біреулер алысып жүр дінімізбен. Жүрген жерін айғаймен шу шығарып, біреулер тартысып жүр тілімізбен. Бүкіл елді бірлікке шақырамын, татулықты үгіттеп жырымызбен. Тәуелсіздік дұшпаны тәубесіздік, еркіндіксіз болады құнымыз кем. Әр қазақ бар қазақты бауыр көрсін, дос болайық бірімізбен. Ей, 30 ел қатарына кіре алмаймыз, 40 пышақ болып жүрген түрімізбен. Ай, Нұрғанат, қадамыңыз бақыланған, жырыңыз жоғарыдай саты болған. Барлығын сөзіңді сынап бастап жатсың әне, жырыңмен сахынада даты қалған. Ағайын Нұрғанатқа сенбеңіздер, жұрттың бәрін жамандай жатып алған. Ей, айтыс бітсе Түркияға тайып тұрады, өйткені билетін сатып алған. Ей, Нұрғанат, тегі мықты ақыннан ғой, тістерін бізге қарай батырған ғой. Түркияға саудаға бардым дейді, Нұрғанат өлең сөзін қатырған ғой. Аспанбек күңкілдемей тұра тұршы, сахынада отырған ақындар ғой. Саудаға жақынмын деп сен айтасың, тәтті жырын халыққа татырған ғой. Айтпақшы сен қаржастың баласы едің, менікі текті біліп жақындау ғой. Ей, саудаға неге сонша жақын десем, қаржастардың ішінде сатылған ғой. Ей, Нұрғанат, сахынада сойқандайсың, шабуылды осылай тойтарғайсың. Түркияда сен жүрсең қуанан ғой, сен бірақ биіктерден байқалғайсың. Ісіңізге тілеймін жетістікті, әрдайым жеңіске жетіп досым жайқалғайсың. Түркияда бірақ қазақтар көп тұрады, оларға да сәлемді айталғайсың. Ей, Ататүрік еліндегі қазақтар, ей, Ататүрік еліндегі қандастарды ата жұртына досым қайтарғайсың. Айтып жатсың, шетелге шықтың ғой деп шеттедің кеп.
алдында отқан доллар үшін айырбастап кеткенім жоқ. Бұл қоғам жақтырмайды-ау сөз өткірді, мен мұнда бола алмаймын аз екпінді. Нұрғанат жамандайды деп сөйлейсің, қарағым болып алшы қажет құрлы. Мен деген бұхарлардың ұрпақ едім, ол кімді айтшы бүгін мезеттірді. Шындықты айтқаныма кінәлама, Нұрғанат көңілдерді жаз еттірді. Досыммен біз шырылдап шықпас едік, болса егер ақиқатшыл газет құнды. Досым-ау, өзің жақсы білесің ғой, бұл жүйе талайларды мезеттірді. Жортатын жолбарыстың бәрін басып, қорқатын көлеңкеден көжек қылдау. Алдыңда сөз айтатын ақындаймын, ешкіден ешкідей мен абзал жан бақырмаймын. Бұхардай елдің сөзін сөйлей білсем демеші, жұрт алдында қатырмаймын. Руымды және сынап кетіпсің ғой, руымды кірлетпеші атымды әйгім. Руымыз сатылған боп тұрса дағы, ешқашан дүние үшін сатылмаймын. Алдыңнан айналайын атамұрам, атағы жетіп жатқан жаһаныма. Айтысты жасайды деп айтып кеттің, қосылдық біз де соның қатарына. Ескерткіш салып кеткен өзісімен еске алам, түсіп қандай атаныдам. Есімін жүрсін бәтен кім білмейді, оралып өскендер көп шапанына. Екі баста айтысты жасаған ет, қарамай кеңестің де қаһарына. Солардың көзі болған Нұрсұлудай апайдың сәттіледім сапарына. Жайнай бер, жасай берші атамұра, сән беріп екі басты шаһарына. Сусындап тұратұғын әрбір қазақ, айналды руханияттың отауына. Айтысты көрсетпедік жаман бүгін, нарсын ғой арқа қартқан заман жүгін. Досым-ау, мына саған риза болдым, сахнада көрінбеді-ау сараңдығын. Бұзбадық достықтың да тас қамалын, бұзбадық айтыстың да адалдығын. Кәсіп қылдым Истанбул, ахо, даласында көп жұрттың, ей, өмір сүріп, оу, арасында, аласармас арманы, ахо, жүрген ұлмын жұрт үшін, ей, айналсам де, оу, жанашырға, сені сүйіп өтемін, мені туған мекенім Қазақиям, оу, азатиям, саған қызмет етемін, мені туған мекенім Қазақиям, оу, азатиям. Бара алмаймын айтысқа, ахо, шегінуге демеші, ей, досым мынау, о, керілуде, Турциямыз жетпейді-ау, ахо, туған жерге ел намысын қорғаймын, ей, оралғанша, о, кемінуде, сені сүйіп өтемін, мені туған мекенім
өңіңіз таусылып әніңді айттың. Шабытың жапырақтай жайқап егес. Ой, айтыс деген тартысы ақындардың, дәстүрлі әншілердің байқау емес. Ой, менде де мықтылардан алған кейіп, досым-ау қоя тұршы саудаңды үйіп. Өнердерге сүйреген жүрсін бәтен, ер мінез барыс болмыс тарлан кейіп. Оқлан ұлың ол рас, Оралбек Қожаныбек, туған жердің топырағын алған сүйіп. Алмагүл ақындықтың ақбет тауы кеудеңнен ерте үзілген арман күйіп. Арымбектей ағамда өтті өмірден күліп қойып жасайтын шаруаң дүйіп. Аталған аталмаған мықтылар көп, әрбірін замандағы заңғар дейіп. Ей, таулары болмаса да Екібастұздың тұлғалары баршылық таудан биік. Ай, Нұрғанат, бар күшіңді салсаңдағы, қар өлеңнен қол үзіп қалсаңдағы, мейірімді досым боп қала берші, мың жерден миллионер болсаңдағы. Тауар іздеп Түркия бұлай тұрсын, төрің анау Марыстың барсаңдағы. Мен сенің тілекшің боп қала берем, сыртыңыздан сүйсініп тамсанғалы. Ей, болашақ плюстың дәл қасынан Нұрғанат плюс салып алсаңдағы. Екеуміз қозғалайық жылдам лездеп, ақындар шындалмайды сын бар кезде. Сөздерім таусылмайды қорықпашы, мына мен жаралғанмын нұрдан дөзге. Дайынмын бір сағатта айтысуға, ағайын шапалақты ұрған кезде. Ағалар аяқтасын деп айтады, Нұрғанат сауатты өлең құрған кезде. Жарайды сені қатты қинамайын, үйіңе қайта қойшы жылдам лезде. Аспанбек тастап кеткен қамшыменен арқаңнан осып алмай тұрған кезде. Өнер, Нұрғанат, бойға өнер жинадың ба, досың деп мына мені сыйладың ба? Мен өзім саған әркез тілекшімін, кеп тұрған туып өскен мейман ұлға. Әлі де таусылмаймын деп қояды, бойыңа бар өлеңді жиғаның ба? Таусылмасы өлеңің айдарсын ғой, бұйырса бұл айтыстың финалында. Ал қазылар алқасы бағасын беріңіздер. Алғашқы болып бастаған Нұрғанат. 10. Түгел 10. Абзалдың бағасы 1-9-4-10. Ал келесі 5-ші жұпты ортаға шақырайық. Тілеген Әділіп, Қарағандылық ақын. Тілегеннің қарсыласы Павлодарлық ақын Қуаныш Шарманов. Ассалаумағалейкум Екібастұз сендермен биікте олар талған ұлдың. Ей, 34 жасында үзіліп қыршын кеткен еліне сәлем берді Алмагүлдің.
Топырақтар даламында, тұзды көл тұнып жатқан алабыңда. Бабамның исі сіңген жұмыр жүрді, байлығың жатыр жетпес бағамында. Сөз сәулесі сүйекке шағылысып, қақтырсын тасқа шеге талабында. Шешен тілім шешілші тасарқама, шешек күлдің нәр беріп сабағына. Ордабыздар 30-да тәуелсіз ел, бақытты бұдан асқан табанында. Ақынға деген ыстық ақыласың, жұртың сенің тұнып тұр жанарыңда. Қазаны қазағымның ортаймасын, арғымақтың алдында сағағында. Тек тұлдар тауып берген ерен байлық, еп тұлдардың кетпесін тамағында. Құлағы кедейліктің көрінбесін, қазақтың мұң болмасын табағында. Кигенің жанатшы кіреу көтін, құндыздан қылған дұрыс жағаныда. Қасқайғырдың қасқа төсі қол салдырмай, сарала сире жатсын табағында. Көсіліп сөйлеуімнің себебі бар, қара алтын жабысқан балағыма. Аяғының астында алтын жатса, құл құтырып сөйлеген заманында. Бірақ мен адамды емес, Аллаға құл, алашқа ақын болып қаламында. Ей, құтырып мен сөйлемей, кім сөйлейді? Қара көмір жатқанда табанымда. Ей, қуаныш тұғырыңнан қыран ұшқан, қыраның көкке самғап қырақ ұшқан. Айтыста екі атпайтын берген едің, жебесінің желінен құлан ұшқан. Баспалап кеп басына сойыл салса, шатқаяқтап шатқалдан бұлан ұшқан. Шармантпен айқасты бастамастан, әңгімені тартайын тым алыстан. Көз өліңнен басқа жерге бір шықпайсың, кем емес, кендемессің шақыру сұраныстан. Ер жігіт үйде туып түзделеді, осындай бабаңыздан мұран ұстан. Үйде туып үйде өліп қалып жүрме, ақынсың кеудесінен ұлар ұшқан. Айтыста кісі аяйтын сен емессің, қонаққа жан болғанмен құрақ ұшқан. Павлодар Екібастұз айтысында мүмкін бе асып түсу қуаныштан. Өз жеріңде өмірі жеңілмейсің, жабылса да жан жақтан мың арыстан. Не де болса көрейін барымды сап, тіршілігін жасайды тірі арыстан. Айтыста жеңіп кетіп қуаныштан, көзіме жас келсе екен қуаныштан. Ол түзік жерде тайдырып табаныңды, ағасы көрсетпегін жаман үлгі. Аяқ жағын сөзіңнің неғып жердің, көп көрін бастап едің қадамыңды. Қуаныштан жылаймын деп айтама, жасқа малғым келеді дейді жанарымды. Халқым менен алайын амандасып, содан кейін берем ғой жауабыңды. О, бісміллә, Аллам берші қуат маған, Алласыз айту маған, күн атпаған. Ассалаумағалейкум, байрақ елім басына қонған бақыт тұрақтаған. Елдіктің 30 жылы құтты болсын, еңселі Екібастай шуақ қалам. Ардақтай азаматың алға сүйреп қаласың, күндік жерді бір аттаған. Исабек Жандарбектей аталардың аулы ғой, жамандықтан жырақтаған. Естай әні тербеткен есті жұртым, есті өлеңге көңіліңдер шырақ санаң. О, қандайлыйын кезде де сен едің ғой, айтыстың ақ байрағын құлатпаған. Жылдағы дәстүрменен келді тағы, кекілін кербестінің сылап балаң. Ассалаумағалейкум Тілеш аға, сізде бір бәйге бермес дүр ақтабан. Ақтабаным тіліңнен ақсамасаң, тыңдауға бізде болмас құлақ сараң. Жүрсім мен Алмагүлдің аулы ғой бұл, жүрдім бардым дүниені ұнатпаған. Сондықтан таңда
маңдайыңнан маржан саулап, маңдайыңнан терақсын бұлақтаған. Атақты тілегенмен айқасайын, я Алла жеткізе көр мұратқа ман. Ағайын өзің демеп тұрсаң болды, мен бүгін ағыл тегіл жырақтарам. Соңына дейін барып құдай қастың, соңғы демін қалғанша шылақтаған ағасы қалай аспандадың, мені жеңіп шығуыма бастарманың. Мен жеңілсем қуаныштан жылайтындай, сонша сізге не болды қасқалдағым? Сүрінбес жерден келіп сүріндің ау деп отыр еді халық сізді асқандарын. Жүлде алсам еңбегіммен алып жүрмін, ешкімге де жоқ еді қосқан малым. Шет жаққа шықпайсың деп кінәлайсың, мен шықсам талқан болар жоспарларың. Атымды өлеңіңе түйін қылып, сен олай еліртпегін жастар жағын. Қуанышты жеңем деп келіпті ғой, тілеген тілейді екен аспандағын. Ағасы бойға сыймай өнеріңіз, алыстан алып ұшып кебедіңіз. Шақырдық тойды бірге тойлайық деп құдай қосқан көршіміз себебіміз. Бұхарменен мақтанып Бұхарамыз, ер мәдимен биік қой беделіміз. Сол мәдидің басына іс түскенде іздеп барған мәшһүрдей кемеліміз. Өйткені елде ортақ, ерде ортақ, ортақ қой өріс қоныс дегеніміз. Және де ортақ ішкен суымызда солай қылған қаныштай ереніміз. О, көмірлі қос қаланың көңіл ортақ, ендеше ортақ болсын өлеңіміз. От сұрап келіп тұрсаң от берейін, жөн болмас көрші ақысын жегеніміз. Су сұрап келіп тұрсаң су берейін, даңғырлап қолыңдағы шелегіңіз. Алғанды жақсы көрер көршімсің ғой, соған сай болмаса да береріңіз О, жаратқан жаратпадың, өнерсіз қып, және де өлеңсіз қып. Арзан өлең айтпай, онда бүгін айтысты мағынасыз, мәнерсіз қып. Бұл қазақ талай батыр ерлер туған, ол жағынан қойған жоқ беделсіз қып. Елім деп жаным берген сол ерлерді ескерусіз қалдыру ең ерсіздік. Сондықтан аға сізді құттықтаймын, сөзімді мен айтпайын дәлелсіз қып. Октябрь ауданыңды Әлихан деп атапсың, тастап қоймай беделсіз қып. Елдіктің 30 жылы қарсаңында шешімін тапқан екен келеңсіздік. Алаштың арыстарын ұлықтатқан атыңнан айналайын, тәуелсіздік О, жалынды жырларыңмен аға сәнді, көтеріп бір сөйлеші аласамды. Кешегі сәкендердің сарқыт едің, тізгіндеген өлеңдей өр асалды. Шортанбайдай шайырдың зары болып бір заман жаныңызға жара салды. Қайрат пен Бекболаттың әні болып бір заман қандай көрді қарашаңды. Тоқтар болып бір заман айға самғап, қуанттың жас бала мен қарашалды. Ақселеудей абыздың еліненсің, құмыр кешсе декпеткен алаш әлді. Ақсұңқар серігіндей сұңқар болсаң, қамшылатпай шабарсың қарасанды. Бірел көйлек бізден бұрын тоздырдың ғой, айт отыр содан көргін тамашаңды Шортанбайдың ханы бар, Ақселеудің әні бар, түгейіненді жырымды. Октябрьдей ауданға Әлиханның есімі құтты болсын берілді. Айтайын енді мұнымды, жалғыз Қарағандының қуаныш емес, бар қазақтың арманы. Ақтарайын сырымды, айналай тәуелсіздіктің арқасы.
ардақтап жатырмын мінекей Әлихандай ұлыңды. Ей сүйінші қазақ сүйінші, өшкеніміз тұтанып, өлгеніміз тірілді. Ей ғасырдан сонау ғасырдан тектедік туған асылдан. Бостандық үшін бабалар ажалға келіп бас ұрған. Қаншама бала жетім қап, қаншама ана жесір қап, көрінген көгейт басынған. Тәуелсіздік үшін тас жұтқан, көк таста бұйырмай тасыңнан. Алаштың ардақтылары еді атылған және асылған. Сүйем деп туған жерінде сүйегің талай шашылған. Желтоқсандағы қозғалыс ботадай боздап біреу бөрідей ұлып ашынған. Не көрбеген бұл қазақ бұғынып жаттық тасырдан. Көсіліп ұша алмадық көкала үйрек секілді тепкі көрген лашыннан. Ал қазіргімізге мың шүкір, жолымыз алдан ашылған. Бабалардың арманы тосын сый болды бізге тосыннан. Басты керек ағайын, басты бірлік керек қой. Көңілім бүгін тасынған, тәуелсіздік дегенің тәңірдің берген бақыты. Түсіріп алма қолыңнан, жұрып алма басыңнан. Қуаныш асқақтама, аспандама, дәл қазір сенен биік аспан ғана. Қайық бас қарағашақ седілденіп, басыңды көтеріп ақ қақшаңдама. Сен жайлы мен айтайын білгенімді, мен жайлы жазып кепсің дастан бала. Павлодардан Нұр-Сұлтанға көшіп кеттің, орта жаста жаңалық ашқан бала. Жыл орныңды суытып жас келгенде, ертістен есіл жаққа асқан бала. Өлетін бала жүгіріп нақ болаға, артымен сүңгиіп екен сасқан бала. Өсетін бала жүгіріп ақмолаға, өмірді сүрмекпісің бастан жаңа. Астана құшағы жайып жатыр шіркін, қуғанға да өмірде қашқанға да. Қуаныш сені көсі қай жүгіріс тұяқтан топырақты шашқан бала. Нұр-Сұлтанның басына жайғасыпсың, туған ел туған жерден қашқан бала. Сен менің ашуыма тиіп кеттің, көшкенде жүгіңді де түйіп кеттің. Кіндік қаның Семейде туған менен Керекудің құшағына сыйып кеттің. Биязы көркем мінез жігіт едің, екі басқа өзіңді сүйіп төттің. Естайдың әлі болып қарентісті, биемін білемін талай жерде биіктеттің. Исаның желдірмесі желде есіп, әр ойыңды айтыста түйіп кеттің. Мұсаның әлі болып мұқымелге, мұңзарын құлағына күйіп кеттің. Ей Қуаныш ел алдында айтып отшы, осыңды естігенде күйіп кеттің. Ей мәшһүрдің сөзі қалған, өзі қалған топырақты сен қалай күйіп кеттің. Сен қалай күйіп кеттің? Мен де осы сөзіңе күйіп кеттім. Қараспанды құлатып қара жерге, қайдағы жайдағыны үйіп төктің. Жортқанда жолың болсын демеуші ме, бауырымды келмейді ау биіктеткің. Ол ақындарды жаңылдырып естен бүгін әңгіме болды ау менің көшкендігім. Несі бар көшіп қонып жүре берем, баласы емеспін бе көшпендінің. Ол рас қат Семейде туғандығым, ол рас Керекуде өскендігім. Өскен жерді қалдырып келдік кеттің ғой деп өкшелеп сөзін айтпа өшпендінің. Мәшһүрдей бабамызды аузың алып топырағын қозғадың ау ескелдінің. Ол Астанаға ауыссам не болыпты? Мен оның көрмей жүрмін ешкемдігін. Шынымен елшіл жершіл болсаң аға,
Ештеңені қалдырмай естен бүгін, шешен тілің неліктен жырламай тұр, шетте қалған қазақтың бестен бірін қайып. О, айтасың әр сөзіңді бағамдамай, оныңа жауап берейін арандамай. Керекуде армандай ағам отыр, мұндай қайсар адамды табан қалай. Екі баста Жұмағали жас серіктей, ағалар шайқамайды қоғам, шайқалтпайды қоғам доңай. Ал енді Баянтауда Зекебай абызым бар, елге құт боп ерекше жаралған ай. Жандарбектей атадан тұяқ болған Ахметолла қадірлі қожатамыз Ақтоғайлы отыр ғой арамдамай. Тілешаға ойымды аңдадың ба? Енді тастан таяды тағам қалай. Осындай ақсақалдар отырғанда ауылыма жүремін, алаңдамай Оу, құштармын азаттық деп ән салуға, құмармын азатпын деп жар салуға. Арман аға, мен сізді құттықтаймын. Осынау 30 жылдың қарсаңында құрметтеген орденді алыпсыз ғой, мұндайда болады елім қол соғуға. Өйткені ол тек берілген жоқ, елім деп батқан ерсіз қанша мұңға. Жасұлан деген ұйым құрыпсыздар, заманның заңы қатты тар шағында. Сол үшін мектептен де шығып қалып, бала дәурен айналды балсағымға. Қаншама қиындықпен қыспақ көріп, қолыңды соза алмадың дер шағында. Оу, Алланың әділетіне қарасаңшы, еш нәрсені қалдырмас сол сарында. Жастығында жаншыған ауыр жылдар бүгін міне құрметке жол салуда. Бір кездері жылатып кеткен күндер бүгін сізді күлімдеп қарсы алуда. Оу, Тілеш аға, жайымды кім бар менің сендей білген? Жайыңды кім бар сенің мендей білген? Атақты тілегендей асау осы өкіметтің жұмысына көнбей жүрген. Өзі ақын болғанда өзі жыршы, қанатын қияларға сермей білген. Мың-мыңдап мал айдаған байда өзі зекетке онша көңіл бөлмей жүрген. Атбаптайтын өнері тағы да бар, шаруа жоғын қайына көнбей жүрген. Баптаған тұлпарлары бәрі жүйрік, кезі жоқ жарыстардан келмей жүрген. Артынан санағанда аламанның бірінші орын бәйгесін бермей жүрген. О, шап десе шуатпайық шаңды десін, қалайша жақсы өлеңнен жан жүдесін. Тілегендей ағамыз келіп отыр, жалғаған сиырлердің сәнді көшін. Айтпақшы, аңшылықта өнері бар, қамсонар десе кетер қалғы бесін. Әй, бірақ сізден жақсы аңшы шықпас, оғанда біраз себеп бар білесің. Қорбанда бандағындай денеңізбен анаулап қайбір істің өндіресің. Атыңа міну қиын, түсу қиын, мініп алсаң шаппайсың, желдіресің. Желген атпен жет алмай қашқан аңға 10 сағатта 10 метр жер жүресің. Аңның бәрін үркітіп тау тастағы 10 күнде бір қоянды зор қылесің. Ал бірақ әңгімені айтқан кезде сенбейтін дүниеге сендіресің. Жолбарыстың сыпырып жол терісін аюмен алыстым деп төндіресің. Қарса қалса қасқыр соқтым деп айтатын алтындай аңшының әңгімесі. Жауап бере расымен қуаныш шаршағанын,
сайра десең қуаныш сайратпаған, әдіптеп әр өлеңді әйбаттаған. Күңіренсем кетемін күн түбіне, ашулансам төбемнен айбатпаған. Көгалатқа мініп ап көкпар татқан, көгалалы көзін қолыма байрақталам. Я, мен атбегі ат сейсем, аламанға ат қосып тайбаттаған. Және де аңшың едім құс салатын, сирадан үйінде тек жай жатпаған. Мінсе түссе міне алмайды, қара өлеңнің қазанында қайнаппаған. Қорбандайды дейсің ау мына мені, жөн болат бастағанды қайнатпаған. 10 сағатта 10 метр алат дейсің, осылай айту керек айғақтадан. Асауың болса әкел үйретіп мен берейін, еттеулі болсын бәрбір жайдақ маған. Қасақ соқса қасқы соғат деп айтасың, осыңыз жөн бе енді ғайбаттаған. Мен деген үрмәдейдің ұрпағымын, ат көрсе атан көрсе қайраттанам. Мен деген шашубайдың ұрпағымын, ойбаққан ақын едім қой бақпаған. Ей сандал көктің сауырын сақынаға, шу асаудың құлағында ойнақтаған. Қуаныштың бұл сөзі келебемді қоздырған. Мұндаған айдар жылқым жоқ, құмнан құдық қаздырған. Зекет төлемек дедің бе, жөнемес мұның жазғырған. Алыста артынан бірінші келеттеп, болмашыны сөз қылған. Кекете сөйлеп отырсың, қай шайтан сені азғырған. Мен ат қосқан ақанмын, сен батыраш көз құрған. Мен ат сейіс атбегі, дарасын таңдап жылқының тағасын таста тоздырған. Аламаннан талай келгемін, алашаң сүйреп бозғырдан. Ей құлыным озып құнаннан құнан оздырған. Қазақты құдай қатты сынамасын, емделім көздің жасын бұламасын. Қордабызар 30-да отаныңсың, өзге елден биік болсын мұнарасын. Өсе бір, өркендей бір, өрістей бір, аман болсын осынау ұлалашым. Кетерде екі басқа жыр айтайын, тілеген қалай өлең құрамасын. Бастың әр ұлғызы бай болып, қол жайып енді қайры сұрамасын. Тәуелсіз елдің ұлы жыламасын, тәуелсіз елдің қызы жыламасын. Қыз құрметтеп әкесін ұламасын, қазақтың көп қылғайсың ғұламасын. Ей, тәуелсіз тілегім кетерімді, осы менің тәуелсіз елдің туы құламасын. Ағаны ардақтайтын адал ерсің, әкені құрметтейтін атал ерсің. Сахынада ешкімге берілмейсің, алсаң алсатын шақар еншің. Тілеген кетерінде тілек айтар, өлеңмен ел алдында бата берсін. Ой, бесігіңде жылда бала жата берсін, есіңге бақ пен дәулет қатар енсін. Ақынның кез болмадым тапалына, олда жырым төмендеп жатады ма? Өзіңді анау дедің, мынау дедің, тау теңселіп кетерде атағыңа. О, ағасы әумин дейін сөзіңізге кетер кезде бердің ғой батаны да. Ендеше берген батан қабыл болсын, сәттілік тілеп тұрсың сапарыма. Сен маған тілек айтып отырсаңыз, мен бір тілек айтайын отаныма. Аласармай
алмас тілі жарқылдасын. Азаттық ол көзімнің қарашығы, алдында иіп тұрсын әркім басын. Азаттық ол жүрегім соғып тұрған, тоқтамай соға берсін қарқындасын. Ақыр заман жеткенше ел болайық, ақыр мәңгілікке талпынғасын. Кешегі алтын орда заң тұрпағы, төрден төмен түспесін алтын басын. Ал енді біз тұрайық қош бол елім, шабыттың шапалағы шартылдасын. Ермінез екі бастың еңселері, жалын солып жігерің сарқылмасын. Жыл сайын ақындардың жырын тыңдап, бойыңда ыстық қайрат қан туласын. Шайырларға отырсаң ортаңдашып, сөйлеуден біз емеспіз жалқау жасық. Ағасы сізге донда тілек айтайын, өрісті өлеңіңді кең толғасып, жаратқанның жаңылмай ақ жолынан екі дүние байлығын мол қамдасып, аман есен жүре бер, алдымызда байдың жалғыз ұлындай балпаң басып. Рахмет. Ал енді ақындарымыздың бағасын берейік қазылар алқасы. Алғашқы болып бастаған қарағандылық тілеген әділдіктің бағасы 19. Қуаныш Шармановтың бағасы 5-10. Ал енді мына бүгінгі жыр додасының алғашқы айналымының соңғы жұбы, яғни 6-шы жұпты ортаға шақырайық. Шырайлы Шымкенттен келген ақынымыз Аян Ниязбек ортада. Аянның қарсыласы павлодарлық Оразбек Саяхат. Шыққаннан соң төрге мен де сәлемімді берейін жөндеп елге. Көрермен қошеметін сағынғаннан өлердей боп кеп тұрмыз шөлдегенде. Ассалаумағалейкум екі бастыз, азаттықты тойлаған кең көлемде. Бір ай бұрын президент келсе дағы қызуың әлі күнге сөнбеген бе? Патшаның өзі келіп дамытам деп айрықша ие болдың сен беделге. Зауыт салып, үй салып, жолда төсеп, жұмыс ашып бермекші еңбек елге. Белім буып 5 жылға жоспар құрды, басқаладай қылам деп кемдегенде. Дәл осындай бастамалар болар меді Тоқаевтың тізіміне енбегенде. Басқа түгіл бұл күнде патшамыздың махаббаты тасып тұр сен дегенде. Назар қалып бұндағы нарғалықты Тоқайып бір ерекше толғаныпты. Өзі келіп тапсырма бергеннен соң өзіңдегі тіршілік жанданыпты. Момақан мұндай моны қалаларды жайнатуға жоспары арналыпты. Елдегі ең бір ірі қалаларды елбасы салып еді жолға мықты. Екінші дәрежелі қалаларды екінші президент қолға алыпты. Бұл жағдай көңіліңді хош етеме, патшаның парасатын паш етеме. Қасым Жомарт танытты жомарттығын қабілетті қылам деп бәсекеге. Қайын жұртым өздерің болғаннан соң екі баспен тағдырым рас етене. Қайын жұрттың жағдайы келмей жатсам, күйеудің өңешінен ас өтеме. Президентті тым мақтап кетті демет, жағына берді ғой деп бас екеңе. Қайын жұртты көтерем деп жатқан соң, қалай риза болмайсың қас екеңе. Аламан деп жақтың елім алауыңды, мен байқап қояйын әр тарабыңды. Қалайсың қасындағы аян ақын, жетіпсің жалындатып жанарыңды.
Жылдар бұрын Алматыда айтысы бек өткен күннің қойнына ода кірді. Жеткіншегең желбіреткен жалауыңды, ұл едің сүйреп басқан балағыңды. Өзіңнен домбырам үлкен ақын едің, бейнеңді елестетсем бала күнгі. Айтыстағы тұсауыңды мен кесіпем, бағалап тауда үлкен талабыңды. Содан кейін бұл аян додаларда шашасына шаң жұқпай шаба білді. Бұл күнде зіңгіттей бір жігіт бопсың, ағалардан алмапсың жаман үлгі. Ара шығып жүрсің ғой топтан озып, сан қақтырып сан жігіт сан арылды. Биыл біраз бас жүлдені қанжығалап, өнердегі тауыпсың қалауыңды. Мен таңғалып ойланып көріп едім, неге сәтті басат деп қадамыңды. Сөйтсең дұрыс тапқан жан екенсің ғой, тұсауыңды кесетін адамыңды. Соярыңыз қойылды дастарханға жаяғымыз. Оқушы кезімдағы айта бермей, қонақпен ой алмасып ой алыңыз. Ол кездегі аяның басқа аян, сондықтан есті жиып ояныңыз. Ол рас тұсауымды сіз кескелі, жазылды жаңа өмір баянымыз. Содан бері жүлдеден жүлде қоймай, мінекей шапқылап жүр аяныңыз. Содан бері мен сізді енді көрдім, қарасам баяғы тұр, баяғы жүз. Бұрында қатты-қатты сөйлеуші едің, ал қазір шығып отыр жаяныңыз. Айтысқа да қатыспай кетіпсіз ғой. Бар еді өлеңде өз бояуыңыз. Аламанға қатыспай кететіндей халықтан бар медальде аярыңыз. Шаңдатып аламанды шаппайсыз ба? Әйтпесе 30-ға да таядыңыз. Ей, жоғал деп тұсауымды кескен жіпке байланып қап кетті ме аяғыңыз? Кеп тұрған солтүстіктің даласына, қолдау бер оңтүстіктің баласына. Екі көзім мінекей тоймай отыр, жайнаған екі бастыз қаласына. Ең соңғы жүк боп біздер шығып тұрмыз. Сондықтан кетпейікші аласыра, мен мұнда алғаш рет келіп тұрмын, сөзімді тыңдаңыздар ал асыға. Жұрттардай көкемде жоқ, жәкемде жоқ, жігіттің ел жетпейме бағасына, Алладан соң аянды қолдайды деп арқа сүйеп кеп тұрмын алашыма. Мәшһүр Жүсіп атамның өлкесі едің, бар қазақтың айналған бабасына. Кешегі естайларды еске алайық, ол да бір Алталаштың дарасы ма? Аспанбек осы жақтың баласы ғой, аспан жырау атанған алашына. Тек делім кіл мықтыны шығарыпсың, Алталаш жете білген бағасына. Тізімін айда берсем жеткілікті, жырлауға да болады таң асыра. Қысқасы маған жетеді екі бастың 5 жасар ұл қызының шамасы да. Қол қапқан 10 әйелдің 9 ақын туады айнымайтын бабасына. Жаңа туылған нәрестеде мәме деп жыламайды мамасына. Ей, өлеңмен өзін өз тербеп жатады, бұл жақтың бесіктегі баласы да. Ей, көмірімен жылттан баралапты, ұнайды маған өзімдей қалағатты. Жыл сайын айтыс беріп екі бастыз,
өнерді өте биік бағалапты. Бірақ та соңғы 3 жылда сырттан келген ақындарың доданы жарамапты. 3 рет алтын алған Мұхтар ұқсап, 3 рет бас жүлдеңді Рауан апты. Ол Рауан жалғыз өзі шауып жүрме, одан басқа біреуі аламапты. Ендеше естілмес бұл жұртқа жоқ қой менің бөтендігім. Алмайын мен ендеше секем бүгін. Тәуелсіздік тойына кеп отқандай алағайын еңсеңді көтер бүгін. Шапалақ пен аянғаш қолдау берсең жүрегіңнің түбіне жетер жырым. Тұлпары қорған елдің тайы дозар, аламанды шаңдатып кетем бүгін. Тұсауымды кестім деп шалқып отқан ағамнан да айналып өтем бүгін. Мен бүгін шабысыммен дәлелдейін шын жүйрікке тұсау жоқ екендігін. Дегендейін орманның иесі арлан, айтысында өзіндік жүйе салуан. Ағатай, мен көргенде жігіт едің, қызды көрсе қырындап жие сауған. Ал қазір отау құрып алыпсың ғой, Алла солай несібін үйе салған. Жай қыз емес, әкімнің қызын апсың. Тойына тоқты емес, түйе шалған. Әкімнің қызы қалай сұлу мекен, ішетін сусынына шие салған. Бірақ маған сызылған сылқым емес, ауылдың қызынайды бие салған. Бәйет деген ауылдың кеу қаласың, қайын жұртқа әз басын ие салған. Ағамыз мықты екен ғой, әркім емес, әкімнің қызын барып сүйе салған. Әкімнің қызы бапше мықты екен ғой, ойланбай Оразбекке тие салған. Солайды сұлуларды сүйгенмін де, махаббаттың отына күйгенмін де. Бәйеттің әкімінің қызын алып, төс мүжіп қайын жұрттан сый көрдің бе? Әйеліңнің есімі бөпе екен, сұлулығы ұқсайтын сирен гүлге. Алаға бөпе баққан қалай екен, түн ұйқыңды 4 бөліп үйрендің бе? Шешесін қарап қызын алдаушы еді, ал сен оның әкесін бей көрдің бе? Оразбек, ағамаған шыныңды айтсы жоқ әлде бір ерекше күйгендің бе? Бөпенің көңіл үшін үйлендің бе? Көкеңнің көңіл үшін үйлендің бе? Отбасыңды зерттеп кепсің, мен аңдаймын. Түбін сүретін сияқтысың, сен ондайдың. Атамыз бір ауылға әкім рас, өзінен қызметін бөле алмаймын. Бойымнан мен осы байқап жүрмін, соңғы кезде қайнатамды көп ойлаймын. Елімізде ауыспалы заман боп тұр, ол кісіден басқаны не ойлаймын. Президент, министрлер ауысса да қайнатам ауыспасын деп ойлаймын. Бұл менің шығарам деп масқарамдай, өзінше сұрақ қойды жасқа қандай. Көңіл емес өзің үшін үйленесің, үйленуге себеп бар басқа қандай. Қайнатам бәйетте әкім еді, ауылын алға қарай бастағандай. Халық оны өзі сайлап алған еді, бұрындап болмап еді жоспар ондай. Қайнатам бір елге тұтқа боп тұр, қызмет қылып жұртына қасқалардай. Әйел алсаң текті жерден ал дейтұғын, Оразбек осы сөзді қостағандай. Әйтпегенде
Білдей бір ауыл түгіл отбасын жүргендер бар, басқара алмай ай. О, бір қара тыңдар болсаң кісің мені, шоштады отқан осы түсің мені. Сөздері сүйе салған, тие салған, қызық екен жеп жеңіл қып түсінгені. Дәл осындай болып тұр жастарымның бүгінде үйленуді мүсіндеуі. Бәрін жеңіл қабылдап үй бола алмай ақырында қайтарат құсын керіп. Ажырасу көбейді белең алып, шаңырағын ортасына түсіргені. Жарты жылда 4000 жұп ажырасып, жанұяның болмай тұр ісілгері. Азат ел даму үшін адамдары тектіліктен дұрыс қой кішірмеуі. Отанды тіреп тұру қиын болар, отаулар құлап жатса ішіндегі ай. О, қарасам дүниенің жалтағы бар, ініде бар, тілінде жантағы бар. Біреудің қайын жұртын қызғанғанша өзіңе бұндай жұртты алтауы бар. 20-дан ассаңдағы бойдақ жүрсің, бұныңыз жағдай екен сәл торығар. Қыстың күні жалғыз жату оңай емес, жылынуға дым таппай қаңтарылар. Бір сүйіп жүре бермей үйленсеңші, шын сүйіп қосыл, бірақ ол тағы бар. Ақыл айтсам жылынар жерің осы, қайын жұрт қылып алсаң арқаны дәл. Оңтүстікте емес бұнда теңін тапса, қалың мал сұрамайды, қалдан ұрар. Көмірдің отаны еді осы мекен, қызуымен терлетіп сорпағылар. Ел бар даланы жылытқан екі бастан, бір баланы жылытар жан табылар. Өлеңді қайнатаңнан бастадың ғой, ағасы аспадың ғой, саспадың ғой. Қалың жұрттың қайғысын айтар десем, қайын жұртты мақтаудан аспадың ғой. Жансың ау, ұтқыр өлең таба берген, бәйет жаққа деректеп шаба берген. Әйел алып жылынсай деп қояды, жансың ба, әйеліңді пана көрген. Ол рас бар қазақтың даласына жылуды екі бастыз қала берген. Мен бірақ жаурап жүрмін дей алмаймын, мен жылулы қаламын бар әлемнен. Шыр етіп дүниеге келгенімде ең алғаш жылулықты ана берген. Одан соң жылулықты әкем беріп, абайдай өз баласын дана көрген. Одан кейін жылулық берет маған үйдегі туысқан мен аға жеңгем. Одан соң жылулықты халық беріп, айқайлап мына бізге баға берген. Сондықтан жаурап жүрмін дей алмаймын, жаратқан маған сондай сана берген. Ей, Оразбек, жұрттың бәрі сен дейсің бе, жылулықты қатыннан ғана көрген. Ағатай, неге сонша қағынасың, көп сөйлесең сөзіңнен жаңыласың. Шығасап осы жақтың қызын ал деп, бәлеге қалып отыр тағы басың. Бұл жақтың жерде жатқан қызы жоқ қой, бұлай деуің ақындық арыңасын. Әркімге бір қызыңды бере берме, әр адам өз сүйгенін тауып алсын. Қазақтар жайдан жайға қыз бермеген, бойыңа жаман нәрсе дарымасын. Келесіде бұндай сөз ұят болады, сөзімнің түсіндің ғой мағынасын. Ей, ағатай боп тып-тыныш жүре берсей, жеңгетай болып екен не қыласың? Ей, қайдағы қайын жұртты жырлап кеткен, демеңдер өлең сөзін құрғақ неткен. Ендеше тәуелсіздік жайлай тайып, адам саны қысқарып мыңдап кеткен. Дәл осы азаттық күнге жету үшін
жұмбақ кеткен. Осы күн жер әлемде соғыс болып төбемізге түскендей зұлмат көктен. Ауғанда талибандар бас көтерді, баяғы халифатты құрмақ ниетпен. Қырғыздарда бастады бір сойқанды тәжікті өз жерінен қумақ ниетпен. Соғысып Әзербайжан, Армения мен Қарабақтың орманы қурап кеткен. Ресейде Донбасты аламын деп бомбының дауысы шықты зулап көктен. Алақандай жер үшін осы елдерде адам саны көбейді зират көткен. Қанша мана айырылып баласынан қанша қала қаңырап қирап кеткен. Мен осыны көргенде шүкір деймін, басқалар бізден көріп бейбақ неткен. Шекарамды жақсылап шегендеген ерлерімнің қимылы ширақ неткен. Бабаларға айтайық мың рахмет, біздер үшін өз жанын қинап кеткен. Ұл тарақтай жер үшін қырғыстырмай, ұлан ғайыр атырап сыйлап кеткен. Мың рахмет жебі сақтап қалғандарға, ұлты үшін атылған арландарға. Мінеке екі бассыз айтыс берді, ел үшін күйгендерге, жанғандарға. Ал қазір азат елде тұрсақтағы көп адам шекарасып сандалған ба? Әншілер Түркияға көшіп жатыр, жапалақтай қонатын жардан жарға. Кейбіреу мұхит асып, Европа асып, өз еліне назарын аудармауда. Ал менің Оразбегім мықты екен ғой, ұлты үшін қонатын заңғарларға. Монғолиядан отанға оралыпсың, осыдан басқа сенде арман бар ма? Сенің осы тірлігің үлгі болсын шетелге көшіп кетіп қалғандарға. Монғолияда біраз жыл тұрыпсыз ғой, қазақтар көп дейді ғой ол маңдарда. Ағатай, саған менің сұрағым бар, дайын бол жауабыңды ал қамдауға. Бір білсеңіз осыны сіз білерсіз, Шыңғысхан қазақтан ба, Монғолдан ба? Ал Оразбек, сұраққа жауап бер, қайыр сөз болды. Ақындардың көрделім сақасында, сондықтан жырдың дәмін татасыңда. Мен саған жыл жатасың, үйлен дедім, ағаңыз беріп еді батасында. Ат жылуды анам берет, әкем берет, деп аян байқамайдау қатасында. Таптардай жігіт болып әлі күнге ата-анаңның қойнында жатасың бай. Бауырым қалай жыр деседі, тосыннан Шыңғысханың кім деседі. Бағана не үшін үйлендің деп сұрақтың түсті бүгін бірнешеуі. Моңғол шапқыншылығын білушімен, ол жағы ойлантпай ма мүлде сені. Ал енді Шыңғысхан қазақ бола қалса, өз жерін өзі жаулап кірмес еді. Мектепті ұстаз Темужинді Моңғол дейді, өлгенше ол моңғол боп күн кешеді. Аян сабағын дұрыстап оқығанда осындай сұрақ қойып жүрмес еді. Неше түрлі сұрақты салып біттің, бәріне де жауапты тауып шықтым. Жарты әлемді жаулаған Шыңғысханның үлгісін көрсеткен ғой алыптықтың. Ал оны қазақ дейік не өзгереді? Ғалымдар түбін айтар анықтықтың. Тыныш қана жатыр ғой рухына, тыныштық берейікші жарықтықтың ай. Өнердің шықтық бүгін белесіне, біздің айтыс жиі түссін елесіне. Осыменен тұрайық орнымыздан, әрімізай сөйлейді-ау дейм өресіне. Осыменен аян бауыр сен даман бол, жігіттің айналғайсың төресіне.
жолыңды ашып едім, ақ келіннің бетін ашып тұрайын, келесі де ай. Өй, тұлпардай кісінеген үйірдегі таң қалыпты, жырың мені, күйің мені. Тасталған қып сұраққа жауап бердің, ағама бұндай сұрақ бұйым беді. Ақ келіннің бетін ашам деп отсын ғой. Бұл сенің маған деген сыйың беді. Ол рат бұйырса Алла қалап, үйленермін, асығып күтіп отыр үйімді оны. Қоштастық алағасы қоштасайық, ендеше інің сөзін түйін деді. Сен де әкімнің қызымен бақытты бол, демегің ақын сөзін түйін деді. Ендеше сен үйіңе тез қайтқайсың, бұл ісің өзіңе де тиім деді. Өй, әнің менен қоштасып отқан кезде өпең жылап қалмасын үйіңдегі. Өй, айтыс берген атамра үйім екен. Мына той берекелі жиын екен. Асанғайға атамыз іздеп кеткен, бұл дала жердің нағыз ұйық екен. Дәл осылай айтыс өтіп жатқандығы, ол мынау аталардың пейіл екен, ол мынау аналардың мейір екен. Жаңағы рауан балаң айтқан ұстап, мен де сені анамдай сүйіп өтем. Ей, басқа екі бастыз қаласына басым алтын болса да иіп өтем. Рахмет. Ал қазылар алқасы, бағасын беріңіздер. Алғашқы бастаған Оразбек саяхат. Павлодар қалалық. 10, 9, 10, 10, 10, 1, 9, 4, 10. Шымкенттік ақынымыздың бағасы, Аян Ниязбектің. 10, 10, 9, 9, 10, 3, 10, 2, 9. Ал енді Жасерге аға, сөз өзіңізде. Құрметті өнерсүйер қауым, міне 2 сағат қанша болды өзі? 3 сағаттай айтысып, 12 ақынның 6 айтысты тамашаладық. Әр ақын өзінің күйіне қарай, бабына қарай, Құдайдың берген өнеріне қарай шауып отыр. Бәріңізге бағалап отырсыздар. Айтыстың өлшемі деген қиын өлшем. Бізде әр қайсымыз өз көңіліміздегі бағамызды қазылар беріп отырмыз. Енді фұрсат болса, бір 10 минуттың көлемінде бірінші бөлімін шығарып, ұпайларды санап, ақтық айтысқа өтетін 4 ақынды анықтап келуімізге рұқсат етіңіздер. Оған дейін сәл демалам десеңіздер, демалып, ән тыңдап, бір 10 минут күте тұрыңыздар.